Пән кәсіби қазақ тілі, топ 94, екінші курс орыс тобы, автомобильдерді жөндейтін дәнекерлеуші. Ісің оңсын десең, сол істің маманы бол. Даңқың шықсын десең, көпшіліктің адамы бол. Әбу Насыр әл-Фараби. Адамның қалаған, өзі сүйген, өзі ұнатқан, болашақ еңбегінің жемісін көретін кәсіпті мамандық дейміз. Сәлеметсіңдер ме білімгерлер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мамандығым, мақтанышым деп аталады. Мамандық дегеніміз не? Мамандық дегеніміз кәсіп. Мамандық дегеніміз еңбек көзі. Мамандық дегеніміз сүйікті ісің. Мамандық дегеніміз шығармашылық. Мамандық дегеніміз қызығушылық. Сабақтың мақсаты: мамандық сөзінің мағынасын ашу, мамандық туралы ақпараттармен танысу, кәсіби лексиканы меңгеру, көлік жөндеуші, дәнекерлеуші мамандықтар туралы мәтіндерді түсініп оқып, нақты деректермен талдау, білімдерімізді жинақтау, мамандық бойынша кәсіби әдеппен кәсіби терминдер дұрыс қолдануға үйрену, мамандық тарауы бойынша тапсырмаларды орындау арқылы білімімізді қорытындылау. Сабақ жоспары: білеміз, түсінеміз, талдаймыз, оқимыз, қолданамыз, бекітеміз. Профессия латын сөзінен шыққан. Профессио анықталған іс, мамандық дегенді білдіреді. Мамандық қарапайым өмір сүру көз болып табылатын және қандай да бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызды бөлігі. Мамандық таңдау тағдырыңды таңдау деген сөз. Кейінгі өмірде өкінбейтіндей, өз қабілеті мен бейімділігіне сай кәсіп түрін таңдау. Бұл өте жауапкершілікті және маңызды іс. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі ең қиын мамандық адам болып қалу деген екен. Хосе Хулиан Марти. Мамандық таңдау болашағыңды айқындау. Мамандық таңдау дегеніміз, яғни болашағыңды айқындау. Біз алдымызға белгілі бір мақсат қоя білуіміз керек. Сол мақсатқа жету үшін бірталай міндеттер орындауымыз керек. Сонда ғана сенің болашағың айқын болады. Мамандыққа талап етілетін икемділік пен қасиеттер: қайсарлығы мен шыдамдылығы, салауатты өмір салтын ұстануы, кәсіби шеберлігі мен білімділігі, еңбекқор, жауапкершілігі, бұйрықтар мен жарғыларды бұлжытпай орындауы. Мамандық таңдау ережесі: барынша көптеген мамандықтарды зерттеу керек және сіз тіршілік еткен аймақта қандай мамандықтар керек екенін анықтау қажет. Барынша өзіңе ұнамды және ыңғайлы мамандықты таңдауың керек. Өзіңнің болашақ мамандығыңды таңдай отырып, ойыңды жүзеге асыруда және мамандықты жетік меңгеруде табандылық танытуың керек. Сен білесің бе? Бүгінде еліміздің көшелерінде автокөліктердің саны өте көп. Көлігіңіз жарамды күйде болу үшін ақауларды, диагностикалық және автомобильдерді жөндеу жөніндегі арнайы қызмет қажет. Мұндай қызметті алдымен автомобиль көлігіне қызмет көрсетушілер сіздің автокөлігіңіздің ақауларын анықтап, механизмдерді жөндеп, реттеп және баптап береді. Көлік жөндеуші, автокөлік механикасы, автопарк кең профилді сұранысқа ие мамандық. Көлік жөндеуші жұмысы жақсы техникалық және логикалық ойлауды, көру және есту қабілетін жақсы қабылдауды, қозғалыс пен дене дайындығын үйлестіруді талап етеді. Автокөлік жөндеуші мамандар техникалық жөндеу орталықтарында автомобильдерді жөндеп бере алады. Кімде-кім автокөлік жөндеуші болғысы келсе,
қорықпай осы мамандықты таңдауына болады. Көлік жөндеуші мен автокөлік жөндейтін дәнекерлеушілерге жұмыссыздық қаупі жоқ. Ешқандай дағдарыс та болмайды. Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығының мақсаты автокөліктердің техникалық жағдайының өзгеріске ұшырауын, оларға техникалық қызмет көрсету тәртібін және қолданылатын құрал жабдықтарды орынды пайдалана білуді, кәсіби әдепті сақтай білуі, қажетті техникалық қызметті көрсету және жөндеу жұмыстарын талаптарға сай басқаруды ұйымдастыру болып табылады. Мәтінмен жұмыс. Электрогазмен дәнекерлеуші мамандығы. Электрогазмен дәнекерлеуші мамандығы өте қажет мамандық. Сұранысқа ие мамандық. Кез келген өндірістік кәсіпорында электрогазбен дәнекерлеу қолданылады. Электрогазбен дәнекерлеу қосылыс жерін балқу немесе иілу күйіне дейін қыздыру әдісі арқылы металл бөлшектердің қозғалыссыз бөлінбейтін қосылыстарын алу үрдісі. Электрогазмен дәнекерлеудің көмегімен көліктердің, әртүрлі металл құрылымдардың, көпірлердің, цистерналардың немесе қазандардың және құбырлардың металл бөлшектері жалғанады. Материалдық өндірістің кез келген саласында бұл мамандық бойынша атқаратын жұмыстар болады. Дәнекерлеуші шойын, болат, құбырлардың құрылымдарын, тетіктерді қолмен, доғалы, плазмалы және газбен дәнекерлеуді орындайды. Дәнекерлеуші болғысы келетін жастардың бойында мықты денсаулық, көзінің жақсы көруі, сабырлы мінез, ептілік, дәлдік, төзімділік сияқты жақсы қасиеттер болу керек. Дәнекерлеушіні сиқыршы деуге де болады. Металдан көздің жауын алатын дүниелер жасай алады. Бүгінгі өмірде дәнекерлеуші мамандығын меңгеріп, ерінбей еткен еңбегі жанып, аянбай істеп алғыс алып жүрген қыз-келіншектерді де көруге болады. Катушка, пост, дәнекерлеу трансформаторы, электр сұлбасы, тұтқа, балқығыш сақтандырғыш, электр сымы, конденсатор, магниттік сым, ток диапазондары, вольтметр, амперметр, дәнекерлеу тізбегі, дәнекерлеуші үстел бұлар дәнекерлеуші мамандығына тән терминдер. Ойлан тап. Балқытудың доғалы газды, плазмалы, электр шлакты, электронды сәулелі, лазерлі жарықты, термитті және басқа да түрлері бар. Дұрыс, бұрыс. Плазматрон, дәнекерлеу ваннасы, қысылған доға, қорғаныс газ, горелка, аз амперлі доға, плазмалы дәнекерлеу, горелка қаңқасы, иондалған камера, вольфрамды цирконий электрод, мундштук санга, электрод анод, катодты, анодты кратер, газды редуктор, генератор, ротометр деген терминдер аспаз мамандығына байланысты. Дұрыс, бұрыс. Профессия сварщика өте пайдалы мамандық. С помощью сварщиков биік үйлер, көпірлер, жылу құбырлары салынады. Дәнекерлеу мамандығы удивительная профессия. Дұрыс, бұрыс. Дәнекерлеуші сиқыршы дейтіндер бар. Металдан көздің жауын алатын дүниелер жасай алады. Дұрыс, бұрыс. Электрогазмен дәнекерлеуші мамандығы өте қажетті де сұранысқа ие мамандық. Дұрыс, бұрыс. Сендерге берілетін тапсырма осы берілген сұрақтардың қайсысы дұрыс болса дұрыс деп, қате болса бұрыс деп жауап бересіңдер. Жауабыңды тексер. Бірінші дұрыс, екінші бұрыс, үшінші дұрыс, төртінші бұрыс, бесінші дұрыс. Мәтінмен жұмыс. Мамандық дегеніміз адамдардың белгілі бір кәсіпке бейімделіп, өзіне табыс табуы. Адам баласы екі түрлі нәрседен қателеспеу керек.
Біріншісі өмірлік жар таңдауда, екіншісі мамандық таңдауда. Бүгінгі таңдаған мамандықтарың ертеңгі өздеріңе табыс әкелетін кәсібің екенін естен шығармаңдар. Кәсіп таңдау тек болашаққа үңілу емес, ол өзіңнің жан дүниеңе үңілу. Сендер осы колледжде дәнекерлеуші мамандығы бойынша білім алып жатырсыңдар. Дәнекерлеуші кәсібін жақсы меңгерсең, ол ертеңгі нәсібің екенін ұмытпа. Тапсырма. Бірінші тапсырма мәтінді түсініп оқу. Екінші тапсырма осы оқылған мәтіннен асты сызылған сөздерді орыс тіліне аударыңдар. Жауаптарыңды тексеру. Мамандық сөз, профессия, табыс, доход, қателеспеу, не ошибись, таңдауда, в выборе, меңгерсеңдер, если ты знаешь, нәсібең ваша доля. Оқылған мәтін бойынша сендерге берілетін тапсырма альтернативті тест деп аталады. Бұл оқылған сұрақтарға я, жоқ деп жауап бересіңдер. Бірінші сұрақ. Электр газымен дәнекерлеуші мамандығы өте қажет мамандық және сұранысқа ие мамандық екенін бәрі біле бермейді. Кез келген өндірістік орында электр газбен дәнекерлеу қолданылады. Я, жоқ. Дәнекерлеуші шойын, болат құбырлардың құрылымдарын, тетіктерді қолмен, доғалы, плазмалы және газбен дәнекерлеуді орындамайды. Я, жоқ. Үшінші, электрогазбен дәнекерлеудің көмегімен көліктердің, әртүрлі металл құрылымдардың, көпірлердің, цистерналардың, немесе қазандардың және құбырлардың металл бөлшектері жалғанбайды. Я, жоқ. Төртінші, дәнекерлеуші болғысы келетін жастардың бойында мықты денсаулық, көзінің жақсы көруі, сабырлы мінез, ептілік, дәлдік, төзімділік сияқты жақсы қасиеттер болу керек. Я, жоқ. Бесінші, дәнекерлеушіні сиқыршы деуге де болады. Металдан көздің жауын алатын дүниелер жасай алады. Бүгінгі өмірде дәнекерлеуші мамандығы меңгеріп, ерінбей еткен еңбегі жанып, аянбай істеп алғыс алып жүрген қыз келіншектерді кездестірмейміз. Я, жоқ. Алтыншы, катушка, пост, дәнекерлеу трансформаторы, электр сұлбасы, тұтқа, балқығыш, сақтандырғыш, электр сым, конденсатор, магниттік сым, тоқ диапазондары, вольтметр, амперметр, дәнекерлеу тізбегі, дәнекерлеуші үстелі, бұлар тек дәнекерлеуші мамандығына тән терминдер. Берілген тапсырма бойынша жауаптарыңды тексеріңдер. Бірінші я, екінші жоқ, үшінші жоқ, төртінші я, бесінші жоқ, алтыншы я. Келесі тапсырма. Дәнекерлеу мамандығына байланысты кәсіби лексика бойынша берілген сөздердің сәйкестігін тауып жаз. Бірінші, қорғаныс, газ. Екінші, сила сварочного тока, электродтың көлбеулілігі, сварочный пост, пісіру тогының күші, очистка металла, газдың жұмыс қысымы, наклон электрода, пісіру орны, карбид кальция, металлды тазарту, защитный газ, кальций карбиді, сварочная горелка, пісіру шілтері, рабочее давление газа. Мына сурет бойынша сендер әртүрлі мамандық иелерін көріп тұрсыңдар. Әртүрлі мамандық иелеріне байланысты келесі тапсырмамыз кім жылдам деп аталады. Жұмбақтар.
Осы мектептің жүрегі білімнің тірегі. Бұл бірінші жұмбағымыз. Екінші жұмбақ: сауықтырар сырқатты, жылы үнімен тіл қатты. Үшінші жұмбақ: тіпті әсем киімді дүкенге әкеп ілінді. Зымыранды ерттеген, ай жұлдызды зерттеген. Тәртіп заңын сақтайды, ел сенімін ақтайды. Тыныштығын отанның күзететін адам кім? Өскен шашты жаратпайтын, қайшысы бар жалақтайтын. Дабылға тез жететін, жалынға сүңгіп кететін. Ол көлікті тізгін дейді, жол жөнекей қасынан жолаушы бір үзілмейді. Бал татыған мәзір, ол бар жерде әзір. Жалтылдап қалағы, салатын кім қаланы? Сендерге берілетін тапсырма: мамандыққа байланысты осы берілген жұмбақтардың жауабын 3 тілде жазыңдар. Өз мамандығын таңдап, сүйіп істейтін әр мамандық иесінің бойында жақсы ізгі қасиеттер болу керек. Тігінші болу үшін шыдамдылық, құрылысшы болу үшін күш-қуат, шахтер болу үшін жігерлілік, мұғалім болу үшін ұстамдылық, диқаншы болу үшін еңбекқорлық. Тапсырма: берілген мамандыққа байланысты сөйлемдерді аяқтап жазу. Дәнекерлеуші, көлік жөндеуші сөздерін септеу. Енді білімгерлер мамандыққа байланысты алған анықтамалармен түсініктерімді жинақтай келе, мына кестені толтырасыңдар. Кестемен жұмыс: кім болғың келеді? Не істейді? Не үшін ұнайды? Дәптермен жұмыс. Тапсырма: көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып көшіріңдер. Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану маманның кәсіби қызметінің нысандары. Маманның кәсіби қызметінің нысандары: автомобиль көлігінің жылжымалы құрамының пайдалануын ұйымдастыру мен басқаруына байланысты меншіктің әртүрлі нысандары кәсіпорын болып табылады. Автокөлік, кәсіпорындар, автоколонналар, көліктер, экспедициялық кәсіпорындар, техникалық қызмет көрсету бекеттері. Көлік жөндеуші, дәнекерлеуші мамандықтары бүгінде кең профильді, сұранысқа ие мамандықтар. Көлік жөндеуші жұмысы жақсы техникалық және логикалық ойлауды, көру және есту қабілетін жақсы қабылдауды, қозғалыс пен дене дайындығын үйлестіруді талап етеді. Үй тапсырмасы: сурет бойынша автомобиль көлігіне қызмет көрсету тақырыбына диалог құрастыр. Көк жүзіне алаулы, міндет емес ай болу. Ең бастысы қалаулы, кәсібіңе сай болу. Енді төмендегі сөйлемдерді жалғастыру арқылы сабақтың қорытындысын өздерің жасап көріңдер. Ол үшін көп нүктенің орнына өз ойларыңды жазасыңдар. Бүгін мен білдім, маған қызық болды, маған қиын болды, мен түсіндім, енді мен жасай аламын, мені таң қалдырды. Бүгінгі сабақ бойынша бағалау критерийлері. Тапсырма реті: бірінші, мәтінмен жұмыс 5 ұпай. Екінші, альтернативті тест 5 ұпай. Ойлан тап 5 ұпай. Сөйлемдерді аяқтап жазу. Дәнекерлеуші көлік сөздерін септеу 5 ұпай. Кәсіби лексика бойынша сөздерді сәйкестендіру 5 ұпай. Кім жылдам 5 ұпай. Кестемен жұмыс 5 ұпай. Білімгерлер, егер де өздерің 30-35 ұпай жинаған болсаңдар, 5 деген баға. Егер ұпай сандарың 25-29 болса, 4. 20-24 ұпай болса, 3.